Мен Әлкей Марғұлан атындағы нөмірі 40-шы мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі Қайыржанова Алтынай Төлеубаевна 2-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен сын есім тақырыбын өтемін. Сабағымыздың оқу мақсаттары сөз таптарын, зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырату. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Бағалау критерийлері тірек сөздер арқылы тақырыпқа сәйкес әңгіме құрастырады. Мәтін, сөйлем ішінен сын есімдерді анықтайды. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, көлемін, пішінін білдіреді. Сын есімге қандай, қай сұрақтары қойылады. Мынау не? Алма. Түрі қандай? Қызыл. Көлемі қандай? Үлкен. Дәмі қандай? Тәтті. Есі қандай? Жұпар иісті. Жеп болғаннан кейін қандай баға бересіңдер? Жақсы піскен алма. Оны сапа дейді. Ал мынау не? Бұл лимон. Лимонның пішіні қандай? Домалақ. Көлемі қандай? Орташа. Түсі қандай? Сары. Дәмі қандай? Қышқыл. Енді біз суретте берілген түлкіге қатысты түлкі тақырыбында сын есімдерді қатыстыра отырып, мәтін құрап көрейік. Ол үшін мынадай сұрақтарға ретімен жауап береміз. Түлкі қандай аң? Түлкі айлакер, қу аң. Түсі қандай? Түсі қызғылт сары, жирен. Оның құйрығы қандай болады? Оның құйрығы ақшыл, үлпілдек болады. Түлкі қандай жерді мекендейді? Түлкі селдір орманды, ашық жерлерді мекендейді. Сабағымыз аяқталды. Сын есім туралы қосымша мәліметті Білім Ленд сайтынан көре аласыздар.